Құлдыққа сатылған Қыпшақ бала қалай Мысыр елінің әміршісі атанды? Ал Атырау қаласында тұрған бейбарыс ескерткішінің мәні неде? Бұл қалам балам. Біз тарихи оқиғалар мен тұлғалар туралы оңай әрі қызықты түсіндіреміз. Бүгін Шығыс әлемінің ең мықты әміршілерінің бірі Сұлтан Бейбарыс туралы айтамыз. Кезінде бейбарыс көшпенділер жерінде туған қарапайым балақай болған. Бірде елге жау шауып, ол да құлдыққа сатылып кетеді. Бірақ бұл оқиға бейбарыс үшін қасірет емес, керісінше тарихтағы ең мықты билеушілердің бірі болып қалыптасуына әсер етті. Ешкім тізе бүктіре алмаған әскерлерді жеңді. Әлемге әйгілі билеуші болды. Бірақ оның мықты тұлға болып қалыптасуының мәнін түсіну үшін алдымен Дешті Қыпшаққа оралайық. Сонымен Дешті Қыпшақ. Бұл мемлекет атау емес. Дешті Қыпшақ түркі текті Қыпшақ тайпалар мекендеген жердің ауқымын айқындайтын географиялық атау. Парсы тілінен аударғанда Қыпшақ даласы. Ертіс өзенінен Қара теңізге дейінгі ұлан-ғайыр жазық кеңістік. Осы жерлерде мекен еткен қыпшақтардың бір бөлігі көкке табынған, яғни тәңіршіл болды. Енді бірі исламды қабылдаса, тағы бір бөлігі тіпті христиан болды. Қыпшақтар мықты әрі тәуелсіз болғанмен ауызбіршілік басты құндылығы емес еді. Дешті Қыпшақтағы моңғолдар. 13 ғасырдың басында Дешті Қыпшаққа моңғолдар шабуыл жасады. Олар Шыңғыс хан деген айбарлы басшының қол астына біріккен аса қуатты әскери күш болатын. Алауыздықтан арылмаған қыпшақтар оларға тойтарыс бере алған жоқ. Қыпшақ пен орыстардың бірлескен қолын Қалқа өзенінің бойында талқандады. Қолға түскендердің бір бөлігін моңғолдар құлдыққа сатты. Солардың бірі Бейбарыс есімді бозбала болатын. Мәмлүктердің асыл тұяғы. Құл базарында қыпшақтар өжеттік үшін жоғары бағаланатын. Ислам елдерінде әміршілер олардан жеке гвардияларын жасақтайтын. Алайда бозбаланың бір көзінде ақ шел бар еді. Сол себепті оны әу баста сарбаз болуға жарамайды деп 800 дирхемге сатады. Шамамен 2 келі күміс. О заманда жауынгер құл үшін бұл өте арзан баға. Болашақ билеушіні сатып алып жатқан білсе, не болар еді? Осылайша бейбарыс Мысырдағы мәмлүктер қатарынан бір-ақ шықты. Мысырдың жаңа сұлтаны. Мәмлүктер Евразия даласына шыққан түркі текті жауынгер құлдардан құралған таңдаулы элиталық әскери күш саналды. Олар билеушілердің жеке қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ел ішіндегі маңызды мемлекеттік лауазымдарға тағайындалатын болған. 13 ғасырдың орта шенінде мәмлүктер күшейіп Мысырдағы билікті өз қолына алды. 1260 жылы Мысырға моңғолдардан қауіп төнді. Мәмлүктердің сұлтаны Құтыз әскер жинап, бейбарысты қолбасшы қылады. Ол соғыстың шешуші сәтінде қарсы шабуыл жасап, жеңіске жетуге себепкер болды. Әскери айламен қазіргі Израиль жеріндегі Айын Жалут алқабында болған шайқаста моңғол әскерін тізе бүктіреді. Осылайша бұл айқас моңғол әскерінің ең ірі сәтсіз ұрысы саналады. Ал Каирге қайтар жолда Құтыз сұлтан қаза табады. Тарихшылардың айтуынша, осы оқиғаға бейбарыстың қатысы бар болуы мүмкін. Себебі, артынша оның өзі Мысыр сұлтаны атанған еді. Мәмлүктердің алтын ғасыры. Көп замай бейбарыс Мысырмен қатар Сирияның да сұлтаны атанады. Ол ел билігін 17 жыл бойы берік ұстады. Шығыстан да, батыстан да төнген қауіп-қатерге тосқауыл қоя білді. Бейбарыс моңғолдарды ғана емес, крес жорықтарына қатысқан рыцарьларды, тамплиерлерді, тіпті Кіші Азиядағы селжұқтарды тізе бүктірді. Ал Алтын Орда хандарымен сыйлас болды. Осы жеңістер үшін бейбарыс көзі тірісінде Әбу әл-Футух, яғни жеңістердің әкесі деген құрметті атаққа ие болды. Бейбарыстың тұсында мектептер, кітапхана, ауруханалар бой көтерді. Бейбарыс салдырған ғимараттардан оның таңбасын көруіңе болады. Оның тұсында көптеген араб және парсы шығармалары қыпшақ тіліне аударылып, кітап болып басылды. Мысыр елінде аштық болған кезде бейбарыс 500 адамды өз қамқорлығына алып асырайды. Оларды ұлына тапсырады және басқа да әмірлердің бәріне 300 адамнан алуды бұйырады. Ортағасырлық Мысыр тарихшысы Әл-Макризи айтқандай, осыдан кейін қала көшелерінде қайыр сұрап жүрген бірде-бір адам көрінбейтін болды. Қазақстандағы бейбарыс. 2000 жылы Атырау қаласында Сұлтан Бейбарыстың ескерткіші бой көтерді.
Себебі тарихшылардың айтуынша, бейбарыстың туған жері Еділ мен Жайық өзендерінің аралығы екен. Демек, қазіргі Батыс Қазақстан немесе Атырау аймақтары болып қалуы әбден мүмкін. Әрине, бұл жорамал ғана. Арада 800 жылдай уақыт өтті ғой. Десе де, бұл өңірлер кезінде Ұлан-Ғайыр Дешті Қыпшақ даласының құрамында болған. Ал әйгілі Сұлтан Бейбарыстың туған топырағы да осы қасиетті дала. Бейбарыс құлдықтан таққа дейін көтерілген дара тұлға. Оның ғұмыр жолы асқақ рух пен бүтін бір халықтың тарихын өзгертуге қабілетті екенін дәлелдейтін жарқын мысал. Біз тарихты осылай қызық әрі оп-оңай түсіндіреміз. Ендеше қалам баламға жазылып ал, достарыңа бөліс, ал пікірге Сұлтан Бейбарыс жайлы өзің білетін деректерді жазып қалдыр.